Саламатсыздар ма? Кеше сенбі күні бізде пробный ниш болған еді. Соның енді Құдай қаласа әр дүйсенбі сайын сол сенбі күні өткен ништің математикасының 40 сұрағын қазір осы 1 сағаттың ішінде тез талдап түсіндіріп беруге тырысамын. Егер тез сөйлеп жатқан болсам, айып етпеңіздер, жаңа уақытқа үлгереу керек. Жақсы ма? Міне енді сағат 9 болды, бастай берейік. Бірінші есебіміз біздің математикадан мынандай еді. Біріншісі қиын емес, есептеңіз, мыналарды тез есептепсек, 2-ден бірінші 4-ті азайтамыз, -2. -2-ні 2-ге көбейтсек, +4. Мына жерде бірінші бөлу орындалады. Оқушылардың көбісі азайту 4 деп шатасып кетуі мүмкін. 5-тен 1-ді азайтамыз, 4, 4-ті 4-ге бөлсек 1. Сонда 4-тен жерден 1-ді азайтамыз 3, 3-ке 1-ді қосамыз 4. Жауабы 4 болады. Екінші сұрақ. 100-дің 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Қосу 3-тің квадраты 9, азайтамыз 2, қосамыз 5. 10, 10-дан 2-ні аламыз 8, 8-ге 5 қосамыз 13. Үшінші сұрақ. Өрнекті ықшамдаңыз және оның мәнін табыңыз дейді. Мына жерде бірінші ықшамдап алайық, сосын мынаның орнына қоя саламыз. Даже орнына сразу қоя салсақ болады. Қарап көріп тұрғанымыздай, мына жерде 2х бар және 3y бар. Осының орнына сразу 17-ні қоя саламыз. 17-ге 1-ді қоссақ 18, 18-ден 12-ні азайтатын болсақ 6. Төртінші сұрақ. Осы жерде көп оқушылар бізде қателесті. Қазір осыны есептеп жүрек. Бізде осы кубтардың фигураның көлемі 24 см куб дейді. 3 куб болғандықтан 24-ті 3-ке бөлеміз. Бізде 8 шығады. 8 см куб. 1 кубтың көлемі 8 см. Сонда бір қыры бізде 2 см-ге тең. 2 см. Енді айтады, фигураның толық бетінің ауданын табыңыз дейді. Бізде толық бетінің ауданы мынандай кішкентай квадратиктерді санаймыз. Нешеу бар? 1, 2, 3, асты 4, 5. Мынада бір-біріне жабысып тұрғанда санамаймыз, өйткені бір үлкен фигура болып саналады. Мына жерде 5 болды. 6, 7, 8, 9, арты 10, 11, 12, 13, мына беті 14. Сонда мынаның біреуінің ауданы 8 см квадрат, 14-ті енді мына 4-ке көбейтсек, неше болады? 56 см квадрат. Сонда на фигураның толық бетінің ауданы 56 см квадрат болады. Бесінші есеп. Енді мынаяқта аның мәнін табыңыз дейді. Модульден әрқашан оң сан шығады. Мына жерден 20, 20-дан 6-ны азайтсақ 14, 14-на минусымыз плюс болады. Оған 4-ті қосатын болсақ 18, 18-ге 9-ды қосамыз 27. Одан кейін өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бірінші ұқсас мүшелерді бір-бірімен қосып азайтуымыз керек. Мына жерде 14, 14-тен -8-ді азайтатын болсақ, -4x шығады. 38-ге 4-ті не істейміз? Мына жердің таңбасы минус болғандықтан азайтылады. 38-ден 4-ті азайтатын болсақ, 34x болады. Мына жерде басқа 34x деген жоқ. Егер y-ті де есептей салатын болсақ, 5y азайту 20y, бұл жерден -15y шығу керек. Сонда А жауабы болады екен. Мына жерде ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандардың қосындысы қанша дейді. Ең 3 таңбалының бірақ мына жерде бізге бір не айтып қойыпты, цифрлары әртүрлі болу керек дейді. 3 таңбалының ең кішісі цифрлары әртүрлі, міне 102. Ал енді ең үлкені 987, цифрлары әртүрлі. Екеуін қосамыз 1089 шығады. Одан кейін мына жерде теңдеу бізде, мына таразыны тең деп аламыз ортасын. Мыналарын есептейтін болсақ, 3x, 3x'ке 3x'ті қоссақ, 6x тең. Мына жерде 18, сонда 18-ді 6-ға бөлсек, x тең 3-ке. 9-шы есеп. Бізде бірінші күні дүкенге 300 кг, ал екінші күні біріншіге қараған кезде 20 кг артығын әкелді деп. Мына жерге жазып отырайық. Бірінші күні 300, екінші күні 20 кг артық болса 320,
Үшінші күні екінші күнге қарағанда 60 килограмм кем дейді. Мынадан 60 килограмм кем. Сонда 260. 60 килограмм кем болып тұр ғой. Болды, енді дүкенге 3 күнде барлығы қанша килограмм әкелінді дейді. 0,8 6 8 880 килограмм болды. Мына жерде амалды орындаңыз дейді. Көп оқушылар да осы жерде осындай азайтудан қателеседі, өйткені жетпей қалады. Сол кезде минус болып кете ма, или мынаны бұрыс бөлшекке айналдырып ала ма, сол сияқты. Бұның ең тиімді жолы мынаны бізді 5-дің орнына былай жасақ болады. 1 бүтін алып 4 бүтін 30-дан 31 деп. Азайту 2 бүтін 5-тен 3. Екеуін азайтатын болсақ 4-тен 2-ні азайтамыз. 2 бүтін, ортақ бөлімі 30. 5-ке нешеден береміз? 30 болу үшін 6-дан. 31-ден енді нешені азайтамыз? 18-ді азайтамыз. 11-ден 8-ді азайтсақ 3. 2-ден 1-ді алсақ 13. Енді одан тағы да азайтуымыз керек 15-тен 2-ні. Мына жерде тағы да 2 бүтіні бар. 30. Мына жерге 15-ке 2-ден береміз. 13-тен 4-ді азайтамыз. 9. Сонда 2 бүтін 30-дан 9 болып тұр. Мына жерде. Мынаны бір ықшамдап қойайық. 2 бүтін 3-ке бөл жерсек 10-нан 3. Бұлай тұрсын. Енді мына жерде есептейік. 7-нің орнына не деп жазуға болады? Бізде 12-ні көріп тұр қоя. 6 бүтін 12-ден 12 деп жазуға болады. 6 бүтін 12-ден 11-ді азайтамыз. 6 қысқарып кетеді. 12-ден 1 қалады. Оған қосамыз енді 4-тен 1-ді. 12, мұнайға 3-тен 4 қысқарады. 4-ке қысқартса 3-тен 1. 3-тен 1 шықты. Енді 2 бүтін 10-нан 3-тен азайтуымыз керек. 3-тен 1-ді. Ортақ бөлімі 30. Мына жерге 10-нан береміз. Мына жерге 3-тен береміз. Бұлай беретін болсақ, мына жерде жетпей қалайын деп тұр. Мына жақтан 9, мына жақтан 10. Сондықтан 2-нің орнына біз 1 бүтін 10-нан 13 деп аламыз. Азайту 3-тен 1. Сонда мына жаққа 3-тен, мына жаққа 10-нан. 1 бүтін 30-дан. Мына жерден 39, 39-дан 10-ды азайтсақ 29. 1 бүтін 30-дан 29. Шүді бір жерден біз қателесіп кеттік бе? Мына жерден азайттық. Қосу 6-ны мына жерде ұмытып кеткен екенбіз ғой. Мына жерде 15-тен 2-ні мына азайтқаннан кейін 2 бүтін 30-дан 9-ға 6-ны қоссақ, мына жерде 8 бүтін 10-нан 3 шығады. Сол кезде мына жерде 8 бүтін, бұл жер тұрады. Мына жер 8 бүтін, бұл жер мына жер сонда 7 бүтін болады. Мына жер 7 бүтін 30-дан 6 қалып кетті, дұрыс айтасыңдар. 7 бүтін 30-дан 29. Мына 6-ны тастап кеткен, сол кезде С варианты шығады екен. Мына жерде де дәл солай есептейміз. Мына жерде X қалсын, мына теңдіктің мына бетін есептеп алайық бірінші. Так, барлығының ортақ бөліміміз жеке-жеке есептей салайық. 6 бүтін, мына жерде де қазір жетпейін деп тұр. 5 бүтін 4-тен 5 азайтылған 2 бүтін 7-ден 5. Сонда екеуінің ортақ бөлімі қазір 3, азайтқанда 3. Мына екеуінің ортақ бөлімі 28. Мына жерге 7-ден, мына жерге 4-тен. 35, 35-тен 20-ны азайтсақ 15. Енді оған қосу керек. Алар қысқара ма? Пока қысқармайды. 6 бүтін 14-тен 3. 6-ға 3-ті қоссақ 9. Ортақ бөлімі 28. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. 15-ке 6-ны қоссақ 21. 9 бүтін 28-ден 21 шықты. Енді минус 1 теңдіктің на бетіне плюс болып өтеді. Сонда қосайық. 28-ден 21-ге қосамыз 1 бүтін 4-тен 3-ті. Сонда 10 бүтін. Екеуінің ортақ бөлімі 28.
не жаған 7 жетпей тұр. 21-ге 21-ді қоссақ 42. Так, енді мұналарды қысқартатын болсақ бізде 10 бүтін 2-ге қысқартсақ 2-ге қысқартамыз, 7-ге қысқартсақ, мына жерге 4, 7-ге қысқартсақ 6. Сонда 10 тағы да бұлар 2-ге қысқарады екен. 2, 3. Сонда 11 бүтін 2-ден 1. 11 бүтін 2-ден 1 дегеніміз. Мына 11 жарым. Так, 12-ші есеп. Осы есептен де көп оқушылар қателесті. Мына жерде А меридианның арасы 13-14 сағатын көрсететін болса, Б меридиан сағат 10:50-ді көрсетеді дейді. Екеуінің айырмашылығын табуымыз керек. 13-тен 14-тен азайтуымыз керек, онда 50-ді. Енді 4-тен ойламыз 4. Енді мына жерде 1 жетпей тұр ғой. Біз енді қарыз бергенде сағат қарыз береміз. 60 минутты береміз, минут болғасын. Сонда 60-ға, 6-ға 1-ді осығанда, не жерде 7, 74 минут деп ойлауымыз керек, наяқта 12 қалды. Сонда 7-тен 5 алсақ 2, не жерден де 2 қалады. Айырмашылығы да 2-де 24 екен. Енді егер А меридианында 14-те 34 болатын болса, 14-тен 34-тен азайтуымыз керек. 2 сағат 24 минутты. Аяқта 0, 1, 12. Сонда сағат Б меридианында 12-де 10 болады екен. Енді 13-ші есеп қызық есептердің бірі. Мына жерде 5 литрлік шелегіміз бар, және 3 литрлік шелегіміз бар. Осылардан ең кем дегенде неше литр сумен 4 литрлік су толтырып ала аламыз дейді. Бірінші мына 3 литрге 2-3 литрге былай су толтырып алайық. Сонда общий бізде 6 литр су кетті. Осы 6 литр судың біреуін мынаған құяйық. Сонда мына жерге 3 литр болды. Мына 3 литрге мына жерге тағы да құятын болсақ, мына жерге. Мына 5 литр ғой. Мынада бізде шелегімізде 1 литр су қалып қояды. 1 литр су қалып қойды. Енді мына жердегі 5 литрді келіп, қайтта мына жаған құямыз. Сол кезде мына жерде 3 литр болады. Сонда 3 литрге 1 литрді қосатын болсақ, общий 4 литр су аламыз. Барлығы 6 литр суды қолдану арқылы. Так, 14-ші есеп. Бұл жерде біз пропорция бір-бірімен осылай көбейтейік. Енді бұл жерде ең ыңғайлысы қалай екен? Жаза берейік. 7-тен 5-ті көбейтуіміз керек. 12,6 азайтылған 2,8х тең. Мына жақта 3,6-ны көбейтуіміз керек. 9-дан 5, 4-тен 3х-ке. Міне бізде енді мынандай теңдеу шықты. Жеке-жеке енді жерге көбейтетін болсақ, бізде көбейту 12,6 азайту 7 көбейту 2,8х тең. Мен әзірге көбейту деп жазып қойып жатырмын. Қазір қысқартамыз оларды. 3,6 көбейту 3х. Так. Мына жерде қысқаратындар бар, Мына жерде бірінші х-терді бір есептеп алайық, бөлек бір жаққа өткізіп. Так. Мысалы, мына неден қысқарта салайық. Так, 3,6 екеуінде егер 10-ға көбейтіп жіберетін болсақ, 40 болады. Мына жер 36 болады. 36 мен 40-ты қысқартатын болсақ, 4-ке қысқартсақ, мына жерде бізде 10 қалады. Мына жақта 36-ны 4-ке бөлетін болсақ, 9 болады. Так, мына жерде де осылай істейтін болсақ, 10-ға көбейтсек 36, екеуін де 9-ға қысқартсақ, мына жерде 10. Мына жерде бізде 9-ға қысқартсақ 4. Мына жерде де 10-ға көбейтсек 70, мына жер 28. Екеуін де 7-ге қысқартсақ 10. Мынаны 7-ге қысқартсақ 4.
мына жақты да қысқартайық. Екеуін де 7-ге қысқартсақ, мына жерде 10, 126-ны 7-ге бөлсек, неше болады? 1-ден береміз 7, 56, 18 болады екен. 18. Барлығында бөлімде 10, 10, 10 деп тұр. Сонда спокойно біз тек қана алымдарын алсақ болады. Сонда 5-ті 18-ге көбейтсек 95, азайтылған 20x тең, мына жерге 5-ті 4-ке көбейтсек 20, азайту 9-ды 3-ке көбейтсек 27x. Теңімізді қояйық. Минус 27-ні теңдіктің на бетіне өткізсек 7x. 95 нәхі өтетін болса, азайту болып болады. 95-тен 20-ны азайтатын болсақ 75. Неге бізде 95 шықты? Мына жерде 90 екен ғой, кешіріңіздер. 90, 5-ті 18-ге өткен кезде, сондықтан ақтан 70 шығады. X тең, минус 7-ті 7-ге бөлсек, минус 10 шығады. Сонда жауабы минус 10. Енді мына жерде де көп оқушылар қателескен бір есептердің бірі еді. Мына жерде бізде әр қабырғасын 20%-ға ұзартсақ дейді. Сонда бізде қабырғасы 5 еді ғой, 20%-ға ұзарту деген сөз, мынаның 20%-ын тауып алайық. Қысқартатын болсақ 5. 5-тің 20%-ы 1-ге тең еді. Сонда мынаны 6-ға ұзартуымыз керек. Үстінен 6 тағы да дөңгелек салып қойайық. Мына қабырғасы 6 болды, мына қабырғасы 6 болды, жоғары жағда 6 болды. Енді осыларды қосып шығатын болсақ, 6-ға 5-ті қосатын болсақ 11, 11-ге 4-ті қосатын болсақ 15, 15-ге 3-ті қоссақ 18, 18-ге 2-ні қоссақ 20, 20-ға 1-ді қоссақ 21. Сонда дөңгелектеріміздің бәрі 21 шығады. Енді мына 16-шы есепте де бір үшбұрышқа, шеңберге қатысты бір заңдылықты білу керек. Мына жерде біздің центрлік бұрыш деп аталатын. Егер мына жер 124 болатын болса, біздің доғамыз да 124 градусқа тең. Ал центрлік бұрыш емес, кез келген андайғы бұрыш жасайтын болса, доғаның ол дәл жартысы болады. Сонда 124-тің жартысы бізде неше болады? 62 градус. Мына жер 62 градус. Одан кейін екі елді мекен арасы 8 километр. Масштабтың формуласы, біріншіні масштаб жазып аламыз, 5 нөлі бар екен. 5 нөлі бар. Және картадан сұрап тұр, карта бізде белгісіз. Елді мекен 8 километр. 8 километр дегеніміз артына 5 нөл тіркейтін болсақ, сантиметрге айналады. Картадағы сантиметрмен беріледі, сонда 5 нөлдерді қысқартсаймыз, x теңіміз сонда 8 сантиметрге тең екен. Енді мына есепке келік, жақсы есептердің бірі, қызық есептердің бірі, енді бұл жерде бұлай. Мына жерден бұлай сызамыз, мынаның үстінен өткіземіз. Сонда егер мына жер 25 градус болса, мынаны бізде айқыш бұрыштар дейді. Келесі айқыш бұрышы да 25 градусқа тең. Егер 60-тың мына беті 25 болса, арғы беті 35. Енді бұл жерден де дәл сондай. Мындай ғып түзу сызамыз. Мына жер 35 болса, мына жағы да айқыш бұрышы да 35. Егер келесі мына жер 35 болса, мына жағы бізде 10 градус, 45 градус болу үшін. Енді біз мына жерден де тағы да былай сызамыз. Сонда айқыш бұрыш болып тұр 10 градус, мына бір кішкентай жерімізде біздің 10 градус. Енді қарасақ, мына жер былай тік болып тұр, мына жеріміз сонда бізді қалған жері 90 градус болады. 90-ға 10-ды қосатын болсақ, общий сонда мына x-іміз 100 градусқа тең болады. 100 градус. Енді 3 таңбалы А 45-тан 9-ға қалдықсыз бөлінудің заңдылығы цифрларын қосуымыз керек. А нешеге тең дейді. Мына жерде қосып тұрған өзінде мына жерден 9 шығып тұр. Енді 9-ға бөліну үшін А 0 болу керек. 0 45 деген 3 таңбалы сан болмайды ғой. Сондықтан мына жер енді 18 болу керек. Тағы да 9-ға бөлінетін сан. Сонда А-ның орнына не қоямыз? 9 болады. 9-ға 9 қосқанда 18. Енді мынау да тағы да 20-шы есеп қызық есептердің бірі.
мынандай қылып бізде бөлшектер берілген, осылардың ішінен неше дұрыс бөлшек бар екенін табыңыз дейді. Дұрыс бөлшек дегеніміз не еді? Мысалы 5-тен 2 дұрыс бөлшек. Өйткені алымы кішкентай, неден, бөлімінен. Бұларды дұрыс бөлшек деп атады. Ал 5-тен 5 бізде дұрыс бөлшекке жатпайды, бұл бұрыс бөлшекке жатады. Кіші болмаса, тең болған ол 1-ге тең ғой. Біздің мына жерде арасында сондай сандар да бар, қараңыздар. 1, 2, 3, мына жақта 2014, 2013, 2012 азая бастайды 1-ге дейін, ал алымы 2014-ке дейін көбейе бастайды. Сонда біз 1-ден бастап 2014-ке дейін неше сан бар? 2000 барлығы 2014 сан бар. Осының енді дәл жартысы, тура жартысы бізде дұрыс бөлшек болып саналады. 2014-тің жартысы нешеге? 1007-ге тең болады. Сонда дұрыс бөлшектер 1007 екен. Бұл жерде сыныпта 25 оқушы бар. Бұл жерде жиын Эйлер-Вен шеңберін пайдалансақ та болады, пайдаланбасақ та болады. 18 оқушы математиканы біледі екен, М деп қойайық. 22 оқушы ән айтады екен. 22 оқушы ән айтады. Сыныпта қанша оқушы 2 пәнді де ұнатады? Мына жердегі, қиылысқан жердегі санды сұрап тұр. Барлығы бізде 25 оқушы. Мына екеуі біріккен кезде, яғни 18-ге 22-ні қосамыз бірінші. 40. Енді 40 оқушыдан 25 оқушыны алып тастаймыз. Өйткені сыныпта барлығы 25 оқушы. Сонда 15 оқушы мына жерде ән де айта алады екен, математикаға да қатыса алады екен, шығара алады екен. Сонда 15 оқушы 2 пәнді де ұнатады. Одан кейін 22-ші есеп. Бізде берілген нәрселерді бірінші жазып алуымыз керек. Мына жерде ағыс, теплоход бар, ағыс бар. Так, В ағыс деп қойайық. Ағыстың жылдамдығы 2,64 км сағат. Және бізде жол бар, С. Мына жолды өткен 67,76 км. Өтіп, кері қайтқан осы жолдан. Сонда ағыс бар болатын болса, ағыспен бірге жүзген, сосын кері қайтқанда ағысқа қарсы жүзген болып тұр ғой. Енді бізге тадындай ақпарат беріп тұр. Ағыстың жылдамдығы теплоход жылдамдығының 12% екен ескерткен дейді. Яғни бізде теплоходтың 12% ағыстың жылдамдығына тең дейді. 2,64. Сонда В теплоход тең 2,64-ті несеміз, бөлеміз 100-ге. Мына екеуін 100-ге көбейтіп жіберсек 264 болады, 0 жыл қылады. 264-ті 12-ге бөлсек 22 км сағат болады. Енді бізге сұрап тұрған теплоход осы әрі-бері өткен жолға кетірген уақытын табыңыз дейді. Бірінші, мына жол ағыспен бірге жүзетін болсақ, екеуін қосамыз, мына жерге шығара берейік, Т1 деп қойайық. Уақытты табу үшін несейміз? Жолды, мына 67,76-ны 22 қосылған 2,64-ге бөлеміз. Мынау теплоходтың жылдамдығы, мынау ағыстың жылдамдығы. Сол кезден яқта бөлгенім бар еді, қазір көрейін. Егер оған бөлетін болсақ, бізде 2,75 шығады екен. Яқта уақытты өткізбек, 2,75 сағат. Одан кейін Т2 ағысқа қарсы жүзгені. 22-ден 2,64-ті азайтқанға бөлеміз. Мынау ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы, сол кезде 3,5 сағат шығады екен. Бұл енді бізге общий уақытты табы деп тұр. Екеуін қоссақ 5, 2-1 ойда 6,125 сағат. Келесі 23-ші. Мынау U деген, union деген сөз, негізінде ағылшында union деген сөзден шыққан, яғни бірігу, мына жердегілердің барлығын айтады.
яғни двойной қосылып саналып кетпеу керек. Сонда егер Б вариантын дейтін болсақ, мына жерде кейбіріне G, F деген әріптер қалып кетеді. Сондықтан мына жерде тек қана С варианты сәйкес келеді. 24-ші есепте жоғарыда бөлшектер сандық сәулеге орналастырғанда осыған байланысты қайсысы қате? Мына жерде қате екенін табу керек. Енді Б, Д бір-бірінен ең алыс нүктелер дейді. Б нүктесі мұнау, Д нүктесі мұнау. Мұнау бізде 0 бүтін бір нәрсе, одан кейін 1 бүтін 15-тен 11. Мына тұжырым дұрыс. Енді А, Б және С нүктелер 0 мен 1-дің арасында дейді. А, Б, С. А, Б, С 0 бүтін бір нәрсе шығатын сандар ғой мыналар. Сондықтан екеуінің 0 мен 1-дің арасында дегені бұл да дұрыс. Дұрыс. А және С бір-біріне ең жақын нүктелер. А және С. Мына А және С. Екеуіне ең жақын нүктелер екен қайдан білеміз? Екеуінде ортақ бөлімін келтіріп қойып 15. Мынау неше болады? 15-тен 5-ке көбейтсек 5. Мынау 15-тен 3-ке көбейтсек 6. Мынау 15-тен 5 шығып тұр, мынау 15-тен 6. Бір-біріне ең жақын нүктелер. Енді одан кейін мына жерде А, Б, С үшеуінің қосындысы 2-ге тең. Міне бізде қате тұжырым осы. Үшеуінің қосқан кезде 2 болмайды. Мынаның дұрыс екенін көрейік. А мен С-ны қоссақ, мына А мен С-ны қосып, Д-дан азайтсақ 1 шығады дейді. Жаңа ортақ бөлімін беріп қойдық, екеуін қоссақ 15-тен 11 шығады дейді. Д дегеніміз 1 бүтін 15-тен 11 еді міне. Одан азайтамыз 15-тен 11-ді, сонда 1 шығып тұр. Мына соңғы тұжырымда дұрыс, сонда Д тұжырымы қате. Енді 25-ші есеп. 6-тан 5 шай бөлшегін ондық бөлшек түрінде жазыңыз дейді. 26-ны түсінбедім. Қазір 26-ға келеміз, міне келе жатырмыз. Так, 5-ті бірінші бөлеміз 6-ға. Жетпейді 0-ден береміз. Енді 8-ден береміз 48. 2 қалады 20. 3-тен береміз 18, тағы да 2 қалады. Сонда бізде не? 3 қайта-қайта қайталана береді, яғни период болады. Сонда С болады жауабы. 26-шы есеп. Бұл да қызық есептердің бірі. Бізде мынандай тік төртбұрыш тәрізді спорт зал бар екен. Аралбай бізде 1 километр жол жүру керек. 1 километр дегеніміз неше метрге тең? 1000 метрге тең, Осы 1000 метрлік жолды жүру үшін ол ұзыннан ұзын бойынша 25 рет жүру керек екен. 25 рет жүру керек екен. Мына ұзындығы, допустим, А деп ойлайық спорт залдың. Сонда 25 А жүру керек. Егер біздің 25 Амыз 1 километр, яғни 1000 метрге тең болатын болса, 1000-ды 25-ке бөлеміз ғой. Сонда бізде 40 шығады. Спорт залдың ұзындығы бізде 40 метр екен. Және бізде не дейді? Неге ондық бөлшек период тұр ғой? Период қой не жерде? 0 бүтін 10-8 және 3 период қайталана береді. Не жер 20 шыға береді, 18 береміз, қайттан 3 береміз. Сол кезде периодқа айналады. Так, 26. 40 метр қалай шыққаны түсінікті ма? Қайтадан айтып жүрейін. Ұзындық бізде белгісіз А деп алдық. Осыны 25 рет жүріп өту керек дейді. Сонда 25 А, яғни ұзындығы бойынша 25 рет жүрген кезде бізде общий 1 километр, яғни 1000 метр жүреді екен. Сонда 1000-ды 25-ке бөлсек, залдың ұзындығы, спорт залдың 40 метр екенін білеміз. Ұзындығы 40 метр. Енді немесе дейді, осы спорт алаңын 10 рет толық айналып шығу керек. Яғни периметр бұл жерде. Так, сонда 1000 метр шығу керек қой бұл жерден де тең 10 рет айналады. Яғни 10-ды көбейтеміз периметрге. Периметр дегеніміз не? 2 көбейтілген 40 деген ұзындығы бізде мына жер Б деп қояйық, белгісіз. Ені. Енді мына жерде есептейік. 10-ды 20-ға бөлсек 50. Бірден аны бөліп жібердім мына бетке, сонда жақшаны аша салам. Сонда Б тең 50-ді
қырықталсақ 10. Спорт залдың ені 10 метр екен. Бізге осының ауданын тап дейді. 10 метрді 40 метрге көбейтетін болсақ, ұзындығы мен енін көбейтеміз ғой аудан дегенде. Сонда 400 метр квадрат шығады екен. 27-ші есеп. Әріптердің орнына қандай цифр сәйкес келеді дейді. Бірден вариант или мына жерге қосқан кезде 15 шығу керек. Қандай санды 9-ға қоссақ 15 шығады деп ойлаймыз. Сонда бұның орнына 6 қоямыз. 6-ға 9 қосқанда 15, 5 түсіп 1 ойда. Енді қандай санға 8-ді қосып 5 түсіп 1 ойда. Ойдағы 1-ді қосқанда 4 шығады. Так, бұл жерге 5-ті қоссақ 13, ойдағы мен 14, 4 түсіп тағы да 1 ойда. Енді 8-ге қандай санды қоссақ тағы да 14 шығады, ойдағы мен 15 болып тұр ғой. Ол 14 шығу үшін бізге неше? Тағы да 6 қоямыз ғой. Сонда әріптер бірдей сәйкес келіп кетіп қалды ма? Сонда 8-ге 6 қосамыз 14, ойдағы мен 15, 5 түсіп 1 ойда. 6-ға енді қандай санды қоссақ 13 шығады, ол 7-ні қоссақ 13, ойдағы мен 14. Сонда негізінде әріптер бірдей болып тұр. Негізінде бірдей әріп қойылмау керек, бірақ С варианты дұрыс болады. Енді 28-ші есепті ең оңай жолмен қалай шығаруға болады? Бірінші тапсырманы оқып кетейік. Кірпіш зауытының тапсырма. Бірінші күні 10-нан 3-ін, екінші күні қалғанының 7-тен 5-ін орындады, ал үшінші күні қалған 24 мың кірпішті құйды дейді. Сонда барлығы неше кірпіш болған? Соңынан есептейміз. 24 мың. Енді бізге айтып тұр, қалғанның 7-тен 5-ін дейді. Сонда мынадан қанша қалғаны болса, бұдан қаншауы қалды бізде? 7-тен 2-сі қалды ғой. Кері тәртіппен орындап атырғандықтан екеуінің орнын алмастырамыз. 2-ден 7 дейміз. Одан кейін 10-нан 3-тен қанша бөлігі қалады? 10-нан 7-сі қалады. Бұны да керісінше аударамыз. 7-ден 10 қыламыз. И болды, есеп шықты. 24-ті 2-ке бөлсең 12 мың болды. 12 мыңды 10-ға көбейтсең 120 мың. Осылай оп-оңай шыға салды. Так, мына жерде 29-ші есеп А және Б нүктелері орналасқан. Б-дан А-ны азайту керек. А нүктесінің координатасы 1 бүтін 1, 2, 3, 4, 5. 5-тен 3-ші нүктеде тұр 3. Б нүктесінің координатасы 2 бүтін, бірінші осы бұны жазу керек еден. 2 бүтін 5-тен 1-ден азайтамыз 1 бүтін 5-тен 3-ті. Мұна жерде де жетпейді. 1 бүтін 5-тен 6 дейміз, азайтамыз 1 бүтін 5-тен 3. 1-ден 1-ді азайтамыз 0. Ортақ бөлімі 5, 6-тан 3-ті азайтамыз 3. Сонда 5-тен 3 шығады. Бұл жерде оқушының күніне шығарған есеп арифметикалық ортасын. Арифметикалық ортаны қалай табатын еді? Барлығын қосамыз. Дүйсенбі күні қызыл точкаларға қараймыз. 50 шығарған, оған қосамыз 20-ны, оған қосамыз сәрсенбі күнкісін, бейсенбі, жұма және 60 координаты, жексенбі күні 100. Осылардың барлығын қосып нешеге бөлеміз? 7-ге бөлеміз. Өйткені 7 күн бойы жасаған. Сол кезде 7-ге бөлген кезде бізде 45 шығады. 31-ші есеп. Бұна ұшақтың ауданын тап дейді. Бұл ұшақтың ауданын табу үшін бірінші бүтін төртбұрышты шаршыларды санап алуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жердегі 2 мынандай дәлгеді 16. 16 1 бүтін бізде толық төртбұрыш бар екен. Енді жартылардың бәрін санаймыз. 1, 2, 3, 4, мына жерде 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, мынаумен 21. 20-ның жартысы неше? Енді сол 20-ны 2-ге бөлейік. 10. 10-ға 16-ны қосамыз. Мына жерде жарты бар, ұмытпаймыз. Екеуін қоссақ 26. Жартыны қоссақ 26,5 ауданы. Төмендегі кестеде бір дүкенге сатылатын 5 түрлі киімдердің өзінің және сатылатын бағалар көрсетілген. Өзінің бағасы және сатылатын бағасы. Осы киімдердің қайсысы ең аз пайда әкеледі дейді. Яғни ең аз пайда әкелу үшін айырмашылықтардың разницаларын табамыз. Мына жерде неше?
30, 10, мынаяқта не 7,5, мынаяқта 10, мынаяқта 12. Ең арзан көріп тұрғанымызда ең арзан аз пайда келетін шалбар екен. 33-ші есеп, мынаны периодтағы бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз дейді. Оның формуласы бар. Жақшан периодта, яғни 2 сан болғандықтан, 2 цифр болғандықтан 99 деп жазамыз. Алымына 72-нің өзін жазамыз. Екеуінде нешеге 9-ға қысқартатын болсақ, мынаяқтан 11, мынаяқтан 8. 11-ден 8. 34-ші есеп, жайына фигуралардың қосындысын тап дейді. Қосындысы дегеніміз, мына екеуін қосқанда қиылысқан жеріндегі сан. Таңбалары екеуінде минус. Бірге бірді қоссақ 2, ортақ бөлімі 3, алымдарын қосатын болсақ 2. 2,3-тен 2 таңбасы не? Минус. Енді мына жасыл бұрыш нені табайық фигураны. Бұл жерде екеуі де бірдей, мына минус 1,3-тен 1, мына жағы 2-ден 5. Мына яқта да 2-ден 5, мына жері 1,3-тен 1. Екеуін қосамыз, бірақ таңбалары не? Азайту. Мына 2-ден 5 дегеніміз 2,2-ден 1, азайту 1,3-тен 1. Так, ортақ бөлімі бізде 6, 3-тен береміз, наған 2-ден береміз. 2-ден 1-ді азайтсақ 1, 6, 1. 1,6-тан 1 шықты. Плюс, мынау минус. Енді екеуін несе керек? Қосу керек. Үлкен екеуі енді қосылғанда азайтылады. Ортақ бөлімі бізде 6, мынаған 2-ден береміз. Таңбамыз минус 1 бүтін болады. 6-дан 4-тен 1-ді алатын болсақ 3. Қысқарады 1, 2. Минус 1,2-ден 1. Минус 1,2-ден 1 деген жауап бар екен. Енді осы бір есепте есептің берілгені бойынша қате кеткен есеп. Мына жерде 35 емес 38 сақина ашады. Мына 35 сақинамен қанша не істесе, мына жерге сәйкес келмейді да. Сонда 38 сақинамен бізге мына шынжырлардан ұзындығын табу керек қой. Мына жерде 5-еу, мына жерде 3-еу. 8-ге бөлетін болсақ, 4-тен берейік. 32, мына жақта 6 қалды. Енді 4-еу алатын болдық қой, мынандай 8-ден. Мына общий 26 сантиметр, мына жақта 16, мына жақта 10. 26-ны 4-ке көбейтсек 104 сантиметр болды. Енді мына жерде 6-ауын біз мына жерден алайық, 3-еуден. Сонда 20-ны қосамыз. 10-ның 2-еу 6-ау болады ғой. Мына жақта 20 сантиметр болады. Сонда 124 сантиметр. А болады. 36. Ауданы 9 пи сантиметр квадрат болатын шеңбердің ұзындығы неше сантиметр дейді. Ауданның формуласы S тең пи ар квадрат. Осы бізде 9 пиге тең дейді. Бұл жерде пи мен пиді қысқартып жібереміз. Радиус квадрат тең 9-ға тең болатын болса, радиустың өзі 3 сантиметрге тең. Ал ұзындықтың формуласы 2 пи ар. Мына радиусымыз 2 пи, радиус 3, 2 3-ті көтсек 6 пи шығады. 37-ші есепте. Төменде кестеде сайысқа қатысқан 5 топтың ұпайлары берілген. Олай болса неше топ орташа ұпайдан төмен жинаған. Орташа ұпай дегеніміз бізде тағы да арифметикалық орта. Орташа ұпай табу үшін барлығын қосамыз. Так, 10, 18, 8 1 ойда. 3, 4, 48. 48-ді нешеге бөлеміз? 5 адам, 5 топ бар екен, 5-ке бөлеміз. 9-дан 45. Сонда орташа ұпайлары 9,6. Бізге айтады, орташа ұпайдан төмен жинағандар. 9,6-дан төмен жинағандар. Мына 5 және 4. Сонда 2 топ бар екен. 38-ші есеп.
Бізде жоғарыда гүл басында 30 сантиметр гүл еді, кейін 50 сантиметрге дейін өсті. Олай болса, гүл өзінің бойының неше қатынасындай өскен дейді. Қаншаға өскен өзінің? 20 сантиметрге өскен ғой. Сонда 30-дан 20. 30-дан 20 дегеніміз қысқаратын болса, 3-тен 2-ге. Енді 39-шы есепті боялған бөліктің ауданы 48 сантиметр квадрат дейді. Бұл несіне қарамай-ақ, мына тұрған тұрысына қарап, бірден нешені боялмаған бөлігін сразу табуға болады. Мынаны деп жерсек, тура мынаны егер толық 100% деп алсақ, 100-дің 4-тен 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігі неше процентке тең? 25%-ке тең. Енді мына 40-шы есепке келейік. 40-шы есеп. Бұл да қызық есеп. Цифрлар берілген. Мына цифрларды біз қатарынан жазып аламыз. Сол кезде кез келген жеріне қосуды қойған кезде, мыналардың ішінен қайсысы тең бола алмайды дейді. Қайсысы тең бола алмайды дейді. Мысалы, былай істеп қояйын. 1, 2, 3, 4, 5. Неше жерге қойсаң да бәрібір қосуды. Енді мыналарды қосайық. 3, 6, 10, 15 шықты. 15 сонда бола алады екен. Одан кейін былай істеп көрейік. 12 қосылған 3, қосылған 4, қосылған 5 дейік. Так, 12 3-ті қоссақ 15, 15-ке 5 қоссақ 20, нақтан 24 шықты. Так. Мынаның цифрларын орнын алмастырмау керек, та? 1 қосылған былай істеуге болады. 23. Осы реттілікпен тұру керек, бірақ қосуды әр жерінен қоя беруге болады. Сонда 23-ке 1-ді қоссақ 24, 28, 28-ге 5-ті қоссақ 33. Мына 33 шықты. Енді қалай істеп көруге болады тағы да? 2 34 деп көреміз, 34 қосылған 5. Так, мына жерден 3, 3-ке 34 қоссақ 37, 37-ге 5-ті қосатын болсақ 42. Бізден яқта ондай жоқ. Енді 12, 34, 5 деп көрсекші. 12-ке 34-ті қоссақ 46, 46-ға 5-ті қосатын болсақ 51. Так. 12 қосылған 3, қосылған 45 деп көрейін. Мына жақтан 15 шығады. 15-ке 45-ті қоссақ 60 шығады. 60 шығады екен міне. Енді 12, 3. Осын жасаған оқушылар бар ма бізде? Так. 1 қосылған 23, қосылған 45 деп көрейін. Мына жерде неше шығады? 24 шығады. Мынаған 24-ті қосатын болсам 69 шығады. 69 да бар. Сонда шықпайтын бізде 50 болып тұр. Осымен біз математика 40 сұрағын талдап бітірдік. 1 сағатқа үлгірдік деп ойлаймын. Келесі дүйсенбі енді кездескенше.